Ал Қарағандыда аралас жекпе-жектен Қазақстан чемпионаты басталысымен екінші рет жалауын көтерген жарысқа еліміздің 12 облысы мен Алматы, Астана қалаларынан 14 команда қатысады. Чемпионат ертең Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында басталады. Жарыс 6 салмақ дәрежесі бойынша өтпек. Шаршы алаңда өнер көрсететін сайып қырандардың қатарында әлем чемпионы Шавкат Рахмонов пен өткен жылғы әлем кубогының алтын жүлдегері Рашид Дагаев та бар. Екеуі де Қарағанды мектебінің түлектері. Чемпионаттың қорытындысы бойынша ұлттық құрама іріктелмек. Олар мамыр айының 20 мен 25 аралығында Астана қаласында өтетін аралас жекпе-жектен Азия чемпионатында ел абыройын қорғайтын болады. Мы здесь отбираем лучших спортсменов, потом создаем условия. Біз бұл турнирде ең үздік спортшыларды анықтаймыз. Сөйтіп, іріктелген жігіттердің әрі қарай жаттығуына барлық жағдайды жасап, Қазақстанның ұлттық құрамасын жасақтаймыз. Тиісінше біздің спортшылар да әлемдік деңгейде өнер көрсетіп, жоғары жүлделерге үміт арта алады.